Референдумға баруға болмайды. Барсаң сол жерде тобыңмен топтасып тұрып, жаңа айғайлап тұрып, мен АЭС салуға қарсымын деп желіге сал. Сен тымпиып барып референдумға мен қарсымын деп дауыс берсең, онда сені қосылды деп өкімет есептей салады. Әміржанға берілген дауыс сайлау кезінде, Тоқаевтың жаңа 2019 жылғы сайлау кезінде Әміржан Қосановқа 90% дауыс жиналды дейді. Анығында бәрібір Тоқаев сайлауда жеңіп шыққан болды. Сондықтан мына жерде Әміржан сол кезде не үшін керек болды? Тек халықты ойбай, халық белсеніп сайлауға қатысты. Қазақстан деген тура демократияның шекесін шылқытып жатыр, қыздырып жатыр. Міне Қазақстанның халқы деген белсеніп, міне Совет одағының жаңағы несінен құтылып демократияға кіріп, міне сайлай өзінің сүйікті адамдарын сайлап жатыр деп Еуропа мен Американы алдау үшін жасаған дүние. Меруерт Түсіпбаеваның АЭС-ке қарсылығын қолдасам да референдумға келіңдер деген